Баршаңызға сәлем. Иық буындары мен жауырынға арналған жаттығуларды бірге жасауға ұсынамын. Қолымызды иығымызға қойып, алға қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Қарама қарсы бағытта 1, артқа қарай 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі жаттығуға көшеміз. Қолымызды иыққа қоямыз. Қолымыздың басын бос ұстаймыз. Арттан алға қарай 7 рет айналдырамыз. Жаттығудың барысын қарап түсініп аламыз. Жаймен иығымызды кеңірек айналдырамыз. 7 рет артқа, 7 рет алға. Егерде түсініксіздеу болса, қазір алға қарап тұрып көрсетемін. Мұқият қарап алайық. 1, артқа, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мұрнымен дем алып, дем шығарамыз. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. 1, 2, шынтақтарымызды қосамыз. 3, жоғарға көтереміз. Шынтағымызды қосып, артқа қарай жібереміз. Артқа қарай жіберген кезде екі қолымыз арт жақ мойнымызды ұстайды. Байқап отқан барсыз. Артқа қарай жібереміз қолдарымызды. Иығымызды кеңірек айналдырамыз. Жай емес, айналдырып бар күшімізді саламыз. Мұрынмен дем алып, дем шығарып, жаттығуды байыппен, жаймен жасаймыз. Бұл жаттығуды аяқтаған соң, келесі жаттығуға резина қажет болады. Үй жағдайында халат белбеуін пайдалануға болады, егер резинкеңіз жоқ болса. Резинамызды созып, қол деңгейіне қарап аламыз, тексеріп. Резинамыздың ортасынан, яғни иық деңгейінен сәл кішкене бос жіберіп, жоғары қарай көтереміз. Артқа қарай. 1, дем аламыз, дем шығарамыз. 2, 1, 2, дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жоғары қарай көтерген кезде артқа қарай иығымызды серпейміз. Байқап тұрсаңыздар. Немесе жанынан отырып мен сіздерге көрсетейін анығырақ. Жоғарға қарай. 1, 2, 1, 2, 1. Көріп тұрсыздар ғой, иықты қалай артқа қарай серпейміз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Алға қарап тұрып көрсетейін. 1, дем аламыз, 2, дем шығарамыз. 1, 2. Жоғарға көтергенде дем аламыз мұрынмен, төменге түскен кезде демді шығарамыз. Жоғары қарай мейлінше көтереміз қолымызды, иықтарымызды серпейміз артқа қарай. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Келесі жаттығу, қолымызбен созамыз резинкемізді кеңірек, оң қолымызды төменге қарай, сол қолымызды жоғарға көтереміз.
резинканы созып айналдырып қараймыз. Өзімізге ыңғайлы болу керек. Қол алға, артқа ыңғайлы ауыстыра білуіміз керек. Оң қолымыз төменге, сол қолымыз жоғарға. Енді қараймыз, айналдырамыз. 1, оң қолға келген кезде 1 болады. 2, артқа жібереміз, жанға және алға. 2, 3, 4, мұрынмен жаймен демала отырамыз. Мұқият жаттығудың жасалу бағытын қарап аламыз, асықпаймыз. Оң қол төменде, сол қол жоғарыда. Енді қарама-қарсы бағытта сол қолымызды төменірек қоямыз, оң қолымызды жоғарға көтереміз, айналдырамыз. 1, 2, артқа және алға. 2 болды. Артқа 3, алға. Артқа және алға. 4, артқа, алға. 5, дем аламыз, дем шығарамыз. Жаймен өз деңгейлеріңізге қарап жасаймыз. Күш түсірмейміз, тым артық күш жұмсамаймыз. Келесі жаттығуда резинкемізді вертикаль түрде, қиғаш түрде ұстаймыз. Сол қолымыз төменде, оң қолымыз жоғарыда. Бірақ қиғаш ұстаймыз. Мұқият қарап алыңыз. Оң қолымыз жоғарыда, сол қол төменде. Оң қолымызды қозғамаймыз, сол қолымызды артқа қарай жібереміз. 1, 2, 3, 4, дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Қарама-қарсы бағытта жасаймыз. Оң қолымыз төменде, сол қолымыз жоғарыда. Оң қолымыздың, яғни оң жақ иығымызды қозғаймыз артқа қарай. Сол қол түзеу, оң жақ иығымызды артқа қарай резинкенің серпімділік қасиетіне қарап отырып созамыз артқа қарай. 1, яғни қай шамаға дейін иығыңыз артқа қарай серпілет, сол шамаға дейін апарасыздар. Тым артық күш түсірмейміз. Әр жаттығуды жасап болған соң, өздеріңіз байқайсыздар, денелеріңіз ұйып қалған мүмкін, бұлшық еттеріңіз ұйып, ауруы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде иықтарыңызды, қолдарыңызды серпіп, кішкене қозғап, қан айналым жүйесін ретке келтіріп алғандарыңыз дұрыс. Келесі жаттығуымыз жауырынымызға арналады, яғни жауырынның қос сүйегіне арналған жаттығулар. Резинкемізді жоғарға қарай иық деңгейінен сәл бос ұстау жібереміз. Иық деңгейін көріп отырсыздар. Олай ұстасақ, жаттығу жасалмайды. Кішкене бос ұстау жібереміз. Артқа қарай 1, шынтағымызды қараймыз, анығырақ қалай тұрған. 2, көтереміз, 3, түсіреміз. Жауырынымыздың жұмыс жасағанын, қозғалғанын, күш түскенін байқайсыздар жаттығу барысында. Жаймен жасаймыз. 1, 2. Жаттығудың барысын нақтырақ көру үшін жанынан тұрып тағы бір көрсетейін. Иық деңгейінен сәл бостау жібереміз резинкені, артқа қарай төменге шынтағымызды бар күшімізбенен түсіреміз. Әр жаттығуды міндетті түрде 7 рет жасауға тырысамыз. 1, 2, 1, 2.
Иық жаттығуларын сақтықпен жасау керек. Шамадан тыс жаттығу жасап жарақат алып қалмаңыздар. Шама келгенше жаймен бастапқыда 3 рет, кейін 7-ге көтерулеріңізге болады. Қолымыздың буындары, иық буынымыз, тоқпан жілік деп айтамыз, сол тоқпан жіліктің басы шар тәрізді, яғни айналады. Бірақ күнделікті өмірде біздер оны айналдырмаймыз, көп қозғамаймыз. Келесі жаттығуымыз қазір қолымыздың иық буындарымызды айналдыруға арналады. Сол жақ қолымызды артқа қарай 7 рет айналдырамыз. Жаймен дем аламыз, дем шығарамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі бағытта ішке қарай 1. Күнделікті тұрмыста біздер иық буынымызды айналдырып қозғамаймыз. Иық буынын айналдырып қозғап тұру керек. Соны ұмытпайық. Оң жаққа жасағандықтан қарама-қарсы бағытта міндетті түрде жасалу керек жаттығулар. Естеріңізде болсын. Оң қолымызбенен алға қарай 7 рет айналдырамыз. Иығымызды алға 7 рет, артқа 7 рет. Қарама-қарсы бағытта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді екі қолымызды бірге айналдырайық. Алға қарай. 1, 2, яғни кішкене ауырсынулар байқалуы мүмкін. Екі қолды бірге айналдыру ауырлау. Бастапқыда оң жақ қолыңыз алға және артқа. Содан соң сол жақ қолыңыз алға, артқа айналдырып, кішкене иық буыныңызды үйретіп алған соң, екі қолды бірге айналдыруды әдетке айналдырыңыз. Артқа қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қолдарымызды серпіп аламыз, қозғап. Келесі жаттығуымыз жауырынымыздың қос сүйегіне арналады. Қолымызды алға қарай созамыз. Сол қолымызды артқа қарай серпеміз. Яғни жауырынға тікелей әсер етеді бұл жаттығу. Оны жасау барысында байқайсыздар. 7 рет. Сол қолымды артқа қарай серпіп жасаймыз. 1, 2, 1, 2. Келесі оң қолымызды артқа қарай серпеміз. Жанынан тұрып көрсетейін. Түп түзу қолымыз 1, 1, 1, 2, 2. Жаймен жасаймыз. Жауырынымызға тікелей әсер етіп тұрған байқаймыз жаттығудың. Енді екі қолымызды бірге. 1, 2, 3. Жаймен асықпаймыз. Мұрынмен дем алып, дем шығара отырып, өзіміздің денемізді тыңдаймыз. Шамадан тыс артық күш түсірмейміз. Қолдарымызды серпіп, қозғап аламыз иықтарымызды. Келесі жаттығуымыз жауырынымыздың қос сүйегіне арналады. Тағы да сырттай қарағанда өте оңай болып көрінгенмен де жалпы денеге күш түсіретін жаттығудың бірі. Қолымызды айқара жоғарғы қарай көтере отырып ашамыз. Жаймен төменге алып келген кезде күш түсіре отырып
қосамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Мейлінше артқа қарай серпіп, айқара ашамыз да төменге қарай келгенде қолымызды қосамыз. Яғни бұл жаттығу тікелей жауырынға әсер етеді. Жауырын бұлшық еттерінің тікелей әсер етуіне алып келеді. Жаннан отырып көрсетейін. Жоғары қарай көтереміз, артқа қарай жібереміз, қолымызды қыса отырып шынтақпен алға қарай жібереміз. Артқа қарай мейлінше жібереміз, алға қарай қосамыз қолымызды. Яғни тікелей екі жауырын қос сүйегіміз қозғала отырып, бұлшық еттердің жалпы жақсы жұмыс жасауына, нығайтуына алып келеміз. Бұл жаттығуды жасай отырып. Тек қана жауырын қос сүйегіне ғана емес, қолымыздың бұлшық еттеріне тікелей әсер ететін жаттығу. Иықтарымызды серпіп қозғап аламыз. Келесі жаттығу, қолымызды айқастырамыз. Артқа қарай жіберіп, қолымызды айқастырамыз, қаттырақ қысып, төменге қарай жібереміз. Яғни жай ғана қолымызды айқастырсақ, ешқандай өзгеріс болмайды. Ал егерде қолымызды айқастыра отырып төменге қарай қолымызды жіберсек, онда екі иығымыздың керіліп, кеудеміздің екі иығымыздың көтерілгендігін байқайсыздар. Жасап көрейік. Қолымызды айқастырамыз, қатты қолымызды қыса отырып төменге қарай жібереміз. Сол кезде екі иығымыз артқа қарай көтеріліп, кеудеміз айқара ашылғандай болады. Қолымызды айқастырып төменге жіберген кезде 30 секунд жаймен дем алып, дем шығарып отырамыз. Егер сіздерге қиындық соқтырса, онда бастапқыда 10 секундтан бастаңыз. Яғни 10 секунд қолдарыңызды айқастырып, төменге қарай жіберіп ұстаңыз. Бос жіберіңіз, қайтадан қолыңызды айқастырып, төмен қарай жіберіп 10 секунд ұстаңыз. 10 секунд. Қолыңызды жіберіп, 5-6 секунд демалып, қайтадан жасауға болады. Қолымызды айқастырып, желкемізге қойып, келесі жаттығуды жасайық. Алға, артқа, кеудемізді кеңірек ашамыз. Алға, артқа, алға, артқа. Бұл жаттығу жалпы иық, жауырын бұлшық еттеріне тікелей әсер етеді. Жаймен жасаймыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Жанынан отырып көрсетіп жіберейін. Тағы бір рет қарап аламыз. Омыртқамызды тік ұстаймыз, түзу отырамыз. Ол міндетті түрде омыртқамыздың түзу, тік отыруымыз бұл жаттығулардың сапалы орындалуына алып келеді. Дем шығарамыз, дем аламыз. Дем шығарамыз, дем аламыз. Дем шығарамыз, дем аламыз. Асықпай, өз деңгейлеріңізде артық салмақ түсірмей жасаймыз. Менімен бірге аяғына дейін жаттығу жасағандарың үшін алғысым шексіз. Комментарийға тағы да қандай жаттығу түрлерін көргіңіз келеді, міндетті түрде жазып кетіңіз. Каналыма қосылып, лайк басып, коммент жазуды ұмытпайық.